Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен бүгін бір жасағаннан өте жұп-жұмсақ әрі керемет рецепттердің бірі балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Достар, ең алдымен менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, және қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің салған рецепттерімнің барлығы сіздерге бірінші болып шығып тұратын болады. Достар, ең алдымен осында бізде қазанымызға ыстық суымызды құйып, үстіне ыдысымызды қойып, водяной баня жасап алатын боламыз. Енді осы водяной банямыз ыдысымыздың ішіне 2 ас қасық бал, 1 шай қасық ас содасын қосып жақсылап араластыратын боламыз. Ас содамызды қосқаннан кейін екеуінің реакциясы аппақ көбікке айналады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, енді үстіне жарты кеседей қантымызды саламыз, және де 180 грамм сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей майымыз да ерді. Осы массамыздың үстіне 3 дана жұмыртқамызды салып аламыз. Дәл осы жерде тезірек қимылдап, кішкене тезірек араластырып жіберулеріңізді сұраймын. Өйткені бізде майымыз барлығы ыстық болғаннан кейін жұмыртқамыз пісіп қалу қаупі бар. Сол себепті де бізде осындай сұйық массамыздың үстіне водяной банямыздан алып, електен өткізілген ұнымызды және де 1 шай қасық қамыр қопшытқышымызды салып, жақсылап қою масса дайындап алатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте қою. Енді осы қамырымыздың үстін салафанмен жауып 3-4 сағатқа кемі холодильникке қойып қойыңыздар. 3-4 сағат өткеннен кейін осы қамырларыңызбен жұмыс жасай беруге болады. Мінекей енді осы қасықтың немесе қолымыздың көмегіменен дастарханымыздың үстіне ұн себе отырып, қамырларымызды кішкене бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде шамамен әр бөліктің көлемі 150-160 граммнан болды. Дәл осылай барлығында бір келке етіп, тараздың көмегімен немесе көз мөлшерімен жасап алсаңыздар болады. Менде барлығы 6 дана шықты. Осы қамырларымызды қайтадан тақтайшамыздың бетіне қойып, холодильнигімізге қоятын боламыз. Шетінен ала отырып, қолымыздың көмегімен немесе оқтаудың көмегімен жайсаңыздар болады. Кішкене аздап ұн себе отырып жайыңыздар, өйткені қамырларыңыз өте жұмсақ келеді. Дәл осылай байқап, абайлап жайып алыңыздар. Мінекей достар, осы жайылған қамырларымызды өте жұқалау қылып жайғандарыңыз дұрыс. Енді табамыздың бетіне орналастырып, қызып тұрған пешімізде 200 градуста 10-15 минутта пісіріп алдым. Енді осы піскен қамырларымызды кольцомыздың көмегіменен осылай форма дайындап алатын боламыз. Мінекей менде барлығы дайын. Жан-жағында қалған қамырларды, яғни мен корждарды үгітіп алдым, әрине әсемдік үшін. Енді менде креміне сгущенка, осылай 20% қаймағымыз, ванильный сахарымыз, сахарный пудрамызды қостым, және креміне. Енді осы қаймағымызды, оның үстіне сгущенкамызды салып аламыз. Сгущенканы қатты тәттіні қаламасаңыздар, жартысын ғана қолдансаңыздар болады. Менде жартысын ғана қолдандым. Енді осының үстіне ванильный сахар. Ванильный сахарда бұл жерде міндетті емес, қыздар, өз қалауларыңызша. Енді осының үстіне сахарный пудра салып, барлығында жақсылап араластырып, бір келкі масса дайындап аласыздар. Жақсылап араластырыңыздар, арасында түйіршіктер қалып кетуі мүмкін. Ал енді достар, кремдеріңіз кішкене сұйықтау болуы мүмкін. Бұл жерде ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Кремдеріңіз сұйық болған сайын пирогымыздың, яғни қамырларымызға, яғни корждарымызға сіңімдірек келеді. Көріп тұрғандарыңыздай 3-4 қасықтан салып, барлығын жақсылап, барлық жеріне тигізіп, жағып шығатын боламыз. Бір келке етіп жағып шықсаңыздар болады. Үстіне барлық корждарды дәл осылай қойып, қайталап шығасыздар. Сонымен қатар достар, мұнда мен Instagram парақшамды қалдырдым. Instagram парақшама да тіркеліп алыңыздар. Ол жақта да керемет жеңіл әрі дәмді рецептімен бөлісіп отырамын. Мінекей достар, корждарымыздың барлығында салып, соңғы коржымызды да осылай қамырларыңызды теріс қарап отырып салсаңыздар, торттарыңыздың беті бір келке еріп шығатын болады. Мінекей кремдеріңізді жағып болғаннан кейін дәл осы қалыпта 1 немесе 2 сағатқа холодильникте қалдырсаңыздар, керемет болып шығады. Кремдеріңіз арасына сіңіп, өте жұп-жұмсақ болады. Мінекей енді кезекте жан-жағында қалған бетіндегі артық кремдерді жан-жағына жаға отырып, дәл осылай жасап аласыздар.
Сонымен қатар достар, әсемдік үшін мен жан-жағынан кесіп алған үгітілген корждарды бетіне әсемдік үшін сеуіп шықтым. Достар, өте жұмсақ әрі керемет рецепттердің бірі. Дәл осы рецептпен сақтылымға шығарсаңыздар да болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мен балапандарыма, әсіресе отбасыма қатты ұнайды. Мінекей, дәл осылай жасап көріңіздер. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар жанындағы. Менің салған барлық рецепттерім сіздерге бірінші болып шығып тұратын болады. Ал достар, менің каналыма жазылып алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көріп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен Мөлдірдің асханасы.